алдымен Қазфуд бағдарламасы арқылы топқа бөлініп алдық. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымызды олар ұлы ғұлама ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының сіздерге арнауымен бастаймыз. Назар аударыңыз. Мен Абай Құнанбайұлы. Артында қалған сөз кек естелік емес, етке ұлағат. Адам болам десеңіз деп айтқан әр сөзім жүрекке жетсе деймін. Жастық желігімен емес, білім, еңбек, ақылмен қымбат. Өз-өзіңе есеп бер, ар алдындағы жауапкершілікті ұмытпа. Сөзім сендерге шамшырақ, ілімім жол, тілім сыр. Өлеңім өмір, қадірімді қадырбақ, үмітімнің жалғасы. Тек сырттай оқыма, іштей ұғын, сонда ғана менің мұрам сендердің жүректерінде мәңгі жасайды. Жақсы балалар, өте әсерлі сөздер, мағынасын түсіндік қой, да? Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының жалпы адам болмысы туралы өлеңі, адамның кейбір кездері деген өлеңінен бастаймыз, осы өлеңге арнаймыз. Алдымен сабақты мақсаттарымен танысып алайық. Орта көлемді поэзиялық шығарманы тыңдау, көтерілген мәселені анықтап, өз пікірін білдіру, мәтіннің жанры және стильдік ерекшеліктерін сақтап, шағын мақала жазу деген бүгінгі сабаққа мақсат қойдық. Алдымен Абай Құнанбайұлы жалпы кім? Тағы да мәліметті есімізге түсіреміз, содан кейін өлеңмен жұмыс жасайтын боламыз. Мен Ибрахим Құнанбайұлы, ел ішінде Абай деп аталдым. 1845 жылдың жазы, Шыңғыстаудың бөктері, менің дүние есігін ашқан жерім. Әкем Құнанбай елге беделді, сөзі өтетін, болыс болған адам. Шешем Ұлжан ақ жарқын, сабырлы, дана әйел еді. Ана сүтімен бірге алғырлық, әлдетке құштарлық бойыма дарыса, әке тәрбиесінен талап пен тәртіпті үйрендім. Балалық шағымнан бастап сөз қадірін түсінуге талпындым. Әкем мені жас күнімнен ел ісіне араластырды. Үлкендердің сөзін тыңдап өстім. Халық дауы, билік, әділдік мәселелерімен ерте таныстым. Бірақ менің жүрегіме ең жақын дүние оқу мен ғылым болды. 10 жасымнан бастап медреседе білім алдым. Шығыс классиктерін оқыдым. Араб, парсы, түрік тілдерін үйреніп, Фирдоуси, Низами, Сағди, Науаи шығармаларынан нәр алдым. Кейін орыс тіліне құмартып, Лермонтов, Пушкин, Толстой, Крылов еңбектерімен таныстым. Олардың сөз өнерінен, ой тереңдігінен, адамға деген махаббатынан көп тағылым алдым. Ел ішіне қайта оралғаннан кейін көп нәрсені өз көзіммен көрдім. Надандық, тартыс, ел ішіндегі алауыздық мені қынжылтты. Сол үшін менің бар мақсатым халқымды оқуға, ғылымға, бірлікке шақыру болды. Өлеңдерім мен қара сөздерімнің төркіні де осыдан туындады. Қара сөздер деп кейін аталып кеткен ойларымды мен халыққа айтқан ақылым, жүрек сөзі, жан айқайы деп білемін. Мен үшін адам болмысының ең биік өлшемі ақыл, еңбек, рақым. Елдің ертеңі жастар. Сондықтан әрбір жас білімге ұмтылсын, жалқаулық пен надандықтан қашсын деп айттым. Өмірімнің соңғы жылдары тыныш болмады. Шығармашылықпен айналысу үшін өзімді қалың елден оқшау ұстадым. Бірақ халқымды ойлау, оны түзету өмір бойғы мұратым болып қалды. Менің арманым қазақтың көкірегі ояу, көзі ашық, мәдениетті халық болуы. Егер менің сөзім соған титтей де болса, септігін тигізсе, еңбегімнің еш болмағаны. Мағынасын түсіндік қой, қандай терең мағынаны сіздерге айтады. Қалай үміт күтеді сіздерден? Жақсы балалар, сабағымызды бастамыз керек,
сұрақтар қойғым келіп тұр. Жалпы адам мінезі тұрақты ма деген сұраққа жауап беріп қойыңызшы. Адамның мінезі тұрақты ма, қалай ойлайсыздар? Ойыңызды айтайықшы. Тұрақты ма біздің? Адамның мінезі тұрақсыз деп ойлаймын, себебі ол тәрбиеге, жаңа тәжірибеге және функцияға. Тәрбиеге, тәжірибеге байланысты деп ойлайсың, иә? Сіздер қиын жағдайға байланысты тұрақсыз болуы мүмкін деп ойлайсыздар ма? Жақсы. Ортада әсер етуі мүмкін, иә? Жақсы. Адам неге кейде өзгереді, балалар? Адам өзгереді ма, жалпы? Неге біздер кейде өзгереміз? Қандай жағдайда біз өзгеруіміз мүмкін? Көңіл күйге байланысты дауысымыз шығарып айтамыз. Өмір жағдайға байланысты өзгеруіміз мүмкін. Тағы да қайрат тобы сіздер, ақыл тобы сіздер. Ортасына байланысты өзгеруі мүмкін, иә? Адам қандай кезде шынайы болады? Адам қандай кезде шынайы болады? Өз пайдасын емес, адамгершілікті ойлаған кезде біз шынайы боламыз. Тағы қайрат тобы сіздер не айтасыздар? Қандай кезде біз шынайы боламыз? Ештеңе жасырмаса. Ештеңе ішкі сезіміз жасырмаған кезде шынайы боламыз, иә? Өте жақсы бала жауаптарыңыз. Олай болатын болса, жаңа сөздерді ашамыз. Кітаптардан оқып, мағынасын түсініп аламыз. Бұл өлеңде кездесетін жаңа сөздер балалар. Жазбай тұрыңыздар, бірінші мағынасын түсініп алайық, иә? Бірінші сөз бізде қандай сөз? Алаң сөз қандай мағына білдіреді екен? Беймаза, мазасыз деген мағынада қолданылады екен. Мысалы, мен үшін алаң болма, бәрі жақсы болады деп мысал келтіре аламыз, иә? Екінші сөз бізде бел буды деген сөз. Бұл жерде тұрақты сөз тіркесі ретінде қандай мағына береді? Ниетімді ойға алды. Яғни ол тәуекелге бел буды деген сияқты мысал келтіре аламыз. Үшінші сөз қолға алды, иә? Бұл жерде де тұрақты сөз тіркесі ретінде қандай мағына береді екен? Орындады немесе жүзеге асырды, иә? Мұрат бұл мәселені қолға алды. Келесі білдіру, бұл жетістік түрінде алынады. Көрсету, сездіру, айтып жеткізу деген мағына береді. Арман өз сезімін білдірді. Келесі ызалы деген сөз снесім ретінде алынып тұр. Мағынасы иә, қызған және кекті деген мағынада алынып тұр. Ызалы адамға жақындама деген сияқты мысал келтіре аламыз. Сөз кітаптеріңізді ашып жазылайық. Жақсы балалар, жазып болдық па? Иә? Есімізде сақтап аламыз жаңа сөздердің мағынасын. Келесі балалар, бүгінгі тақырып бойынша адамның кейбір кездері өлеңге болып қашан мәлімет
1886 жылы жазылған өлең 7 шумақтан тұрады. Абайдың сөз өнері туралы ең таңдаулы лирикалық шығармаларының бірі. Абай бұл өлеңде ақындардың алдына үлкен қоғамдық міндет тұрғанын көрсетеді. Өмірдің шындығын, халықтың арман тілегін, қуанышын, қайғы мұңын терең түсініп жырлауды талап етеді. Алдарыңызға қойдым, бұл өлең туралы қысқаша мәлімет есте сақтап аламыз, иә? Ары қарай. Өлең тыңдап аламыз балалар қазір. Өзіміз алдымызда оқулықты ашып, қатар оқып отырамыз, иә? Абай Құнанбайұлы, адамның кейбір кездері. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса, сылдырлаған кей кебісім тас құлақтың суындай, кірлеген жүрек көз ішін тұрамаса істе жұлынбай. Тәңірінің күні жарқырап, ұйқыдан көңіл ашар көз, қуатты ойдан бас құрап, еркеленіп шығар сөз. Сонда ақын бидің буыны алдартына қаранар, дүние кірін жуынып, көрініп ойға сөз салар. Қыранша қарап қырымға мұң мен зарды қолға алар, кектеніп надан зұлымға шиыршық атар, толғанар. Әділет пен ақылға сынатып көрген білгенін, білдірсе алыс жақынға солардың сөйле дегенін. Ызалы жүрек, долы қол, улы сия ащы тіл, не жазып кетсе жай сол, жек көрсеңдер өзің біл. Ұнады ма балалар? Менің досымның жазылған мағынасын түсініп алуға тырыстық па? Күннің жадын жазып алғанбыз қазір, дәптерімізді ашып, одан кейін келесі тапсырмалармен жұмыс жасайтын боламыз. Олар қазір кездейсоқ дөңгелек арқылы әр топқа өлеңнің шумақтары берілетін болады, екі шумақтан. Сол өлеңнің мазмұны бойынша, берілген өлең шумақтары бойынша балалар сізді мазмұнын түсіну арқылы көтерілген мәселені анықтауға тырысасыздар. Сосын өз пікірлеріңізді білдіресіздер сол өлең шумақтарына байланысты. Мұқият өлеңді мәнерлеп оқыңыздар, жарай ма? Қазір тақтаға әр топтан бір-бір оқушы шығып өзіне өлеңнің шумақтарын таңдап алсын. Әр топтан шыға қойыңыздар. Мен сіздерге қай шумақ түседі, сол шумақты беретін боламын. Адамның кейбір кездерінде тұрған алақысы. Тағы екінші шумақты алдандар. Әділет пен ақыл екінші шумақ сізді
сіздер бұны жағына алып келе ғой. Сонда ақын ала қойдым. Дальше қарап қанаға мойындарды ұлғалар. Жақсы балалар, ал кеттік. Уақыт бермеді. Көтерген мәселе өз ойыңызды білдіресіздер. Түсінікті ғой? Мазмұнын түсініп алыңыздар бірінші. Мұқият оқыңыз. Бірігіп жұмыс жасаймыз балалар. Көтерген мәселені анықтаңыздар, өз пікіріңізді білдіріңіздер. Әр шумақ бойынша көтерілген мәселе Артемға қосыламыз, жауаптаймыз. Абай Құнанбайұлы, адамның кейбір кездері. Адамның кейбір кездері көңілде ғылам басылса, тәңірінің дегенінде көп танышса, солдырлардың кей-кебісін тас құлақтың суындай кірлеген жібек көз ішін жалғаса істер жұмбай. Тәңірінің күні жарқырап, ұйқыдан көңіл ашар көз, қуатты ойдан бас құрап, еркеленіп шығар сөз. Сонда ақын елдің буыны алдарына қаранар, дүние күліп жуынып, көріне ойға сөз салар. Қанша қарап құрылма, мұң мен зарды қолғалар, тектеніп надан соғылған шын шығатар, толғанар. Әділет пен ақылға сынатып көрген білгенім, білдірсе алыс жақынға олардың сөйлемегенін. Заңы жүрек, дос қол, уыз я ащы тіл, не жазып кетсе жақсы жек көрсетер өзін бір. Ал қолды тоқтатамыз балалар. Тоқтатамыз. Бір-бірімізді тыңдаймыз болғаннан кейін. Қалдық па? Қай топқа қай шумақтар түсті? Жақсы. Қай топ бастайық? Қайрат тобы, ақыл тобы қайсыңыз бастайсыздар? Ал қайрат бастаймыз ба? Қайрат болып тоқтатамыз. Тоқтатамыз, өз сөзімізбен айтамыздар қарай. Жақсы.
Бастаймыз ба? Кім бастайды? Дәптер ашылсыздар ма? Орныңыздан айтасыздар ма? Қалай ыңғайлы? Ал кеттік, тыңдаймыз. Бір-біріміз тыңдаймыз, бері қарай шығамыз ба? Шығайық, да? Иә, сіздер шығам қояйық. Шығамыздар. Тыңдаймыз, Нұрсұлтан, өзіміздің жауабымызбен салыстырамыз. Сонда ақын белуін буынып, алда артта қырана, дүние кірін жуынып, көрініп ойға сөз алды. Сонда ақын өткен мен болашақ туралы ойланады. Бойындағы жаман әдеттен ойылып, ой толғайды, негізгі ой. Ал қоры бұл өлеңде адамның ойы сабырлы терең күйі. Адамның несі қалай? Қорытынды. Өлеңде адамның ойлы, сабырлы, терең күйі суреттеледі дейді. Бойындағы жаман әдеттен арылып, ойын тазартуды қолдайды да. Өткен мен болашақ туралы ойланады дейді, иә? Қабылдаймыз ба да жауапты? Болашақты ойлап қайғырады. Еш нәрсені ойламайтын адам. Жаман адамдарға ренжіп ой түйеді. Негізгі ой қандай? Қыран құс сияқты алысқасам да болашақты меңзейді дейді. Қабылдаймыз ғой, иә? Жақсы. Ал екінші топ атылтып шығады сіздер. Ал тезірек шығар. Тыңдаймыз қайратты тыңдарды. Әдебиетте ақылға сыйлатып бергені, сөйлесе алып жақына солардың сөйлей дегені. Ол көрген бергені ақыл мен әдебиетке салып, дұрыспен тапқан ойы жақын алыс адамдарға жеткізеді. Негізгі ой адам өзін тәрбиелеуі керек. Адам өзін-өзі тәрбиелеу керек, иә? Қорқуды ой, жақсы. Қабылдаймыз ғой, да? Келесі шумақ. Адамның кейбір сөздері көңілде аңғартылса, Тәңірінің берген ойы көп бұлттан ашылса. Бірінші шумақ бойынша негізгі жалпы ойы қалай екен? Адам кей кездері қажетсіз нәрсеге алаңдамаса, бойындағы талант ашылады екен. Өз пікірім, адам артық мойнынан арылса, бойындағы Тәңір берген талант ашылады. Әдемі жазған, иә, балалар? Адам кей кездері дейді, қажетсіз нәрсеге алаңдамаса, бойындағы талант ашылады дейді, иә? Қандай әдемі? Адам артық уайымнан арылса, бойындағы Тәңір берген талант ашылады деген бірінші шумақтың негізгі ойын көрсетіп. Қабылдаймыз ба? Өте жақсы, қазір осында қозғалайық. Балалар, енді көркемдегіш құралдарына назар аударайықшы. Мен мына жерге тақтаға бөліп жазып қойдым, дәптерге жазып аламыз. Қайрат тобы сіздерге теңеумен эпитетті тауып көріңіздер. Кім шығады өзара тауып, тақтаға ашылып жазамыз, қалғандарын дәптерге түсіреміз. Тақтадан мына ақыл тобы сіздерге тапсырма беріп жатырсыздар, кейіпкер мен метафораны табамыз, тездетіп өлеңнің құрамынан тауып көріңіздер. Кеңесіп, тез тақтаға шығып жазыңыздар. Кім шығады тақтаға? Таптыңыздар ма? Кім шығады? Таптық па? Көркемдегіш құралдарын тез таба қояйық, балалар. Қосымшалы байлермен олар бұл тапсырмаға. Қана шығайық қал. Кім шығады? Сіздер таптыңыздар ма? Қайсысы? Қалғандарын дәптерге түсіреміз. Егер дұрыс есептесеңіз,
құнанбайұлы адамның кейбір кездері. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, тәңірінің берген өмірі күн бұлттан ашылса, сылдырланған кей кетсін тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек көз ішін тұрамаса істер жұмбай. Тәңірінің күні жарқырақ, ұйқыдан көңілі шат көз, қуатты ойдан бас құрып, еркеленіп шығар сөз. Сонда ақын белін буынып, алдарына қаранып, дүние кіріп жуынып, көрінер ойға сөз салып. Қыранша қарап құрымға мың елдарды қолдар, кеткен надан соңға шын шығатыр, толғанар. Әдебиет пен ақылға сынатып көрген білгенін, білдірсе алыс жақынға олардың сөйлегенін. Қызалы жүрек, долы қол, улы сия ащы тіл, не жазып кетсе жарасу, жек көрсеңдер. Тездетіп жазып аламыз балалар, бізде тапсырмамыз бар. Бір-бірден тапсаңыздар жарайды балалар. Жақсы. О, өте жақсы. Қарап шығыңызшы балалар. Ақыл тобы қараңыз. Кейіптеу Тәңірдің берген өнері қандай мағына беріп тұр бұл жерде? Тәңірдің берген өнері. Қараңыздар. Қандай мағына? Тәңірдің берген өнері, табиғаттың берген өнерінің ашылуын көрсетіп тұр ма? Метафора. Қараңыздар, көңілде алаң басылса дейді, яғни көңіл күйді неге балап тұр? Алаңға балап тұр. Теңеу тасбұлақтың сондай дұрыс па? Яғни көңілдің тазалығын тасбұлақтың суына теңеп тұр дейді, дұрыс па? Толық жауап беріпті. Өте дұрыс, иә? Эпитет кірлеген жүрек, ызалы жүрек, долы қол дейді. Дұрыс па? Жазып алдық па? Жақсы, жазып алайық. Бағалап аламын, бұны қосымша балалар сіздерге. Қосымша 2 пайдалы береді сіздерге. Жақсы. Абай айтқан толық адам қандай болу керек деген тақырып аясында шағын ғана мақала жазыңыздар балалар. Жаңа дискрипторларға назар аударыңыздар, ал кірісеміз. Абай айтқан толық адам қандай болу керек қысқаша жазыңыз. Балалар уақыт беріп, 2 рет қана тыңдаймыз бөлімін қосып қоямын. Аяқталғанша жазып қоюымыз керек. Абай айтқан толық адам қандай болуы керек. Қорытынды жасайсыздар. Екі рет қосам өлеңді, бұл уақытта аяқтауымыз керек. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, тәңірдің Қаламмен жаза береді, шығарайын олғын. солдырылатын кетсін, тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек көз ішін тұрамаса істер жұмбай. Тәңірдің күні жарқырақ, ұйқыдан көңілі шат көз, қуатты ойдан бас құрып, еркеленіп шығар сөз. Сонда ақын белін буынып, алдарына қаранып, дүние кіріп жуынып, көрініп ойға сөз салар. Қыранша қарап құрымға мың елдарды қолға алар. Кеттен надан соңға шын шығатыр, толғанар. Әдебиет пен ақылға сынатып көрген білгенін, білдірсе алыс жақынға солардың сөйлегенін. Ызалы жүрек, долы қол, улы сия ащы тіл, не жазып кетсе жайсыз
жек көрсеңдер өзің Екінші рет қосам, сол уақытта аяқтаймыз болады. Абай Құнанбайұлы адамның кейбір кездері. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өмірі көк бұлттан ашылса, сылдырланның кететісін тас құлақты суындай, кірлеген жүрек көз үшін тұрамыз әсте жуынбай. Тәңірінің күні жарқыра, ұйқыдан көңіл ашар көз, қуатты ойдан бас құрап, ертедені шығар сөз. Сонда ақын бүйірін буына, алдарына қаранар, дүние кіріп жүрмейді, көрініп ойға сөз салар. Қыранша қарап құрымға, мұң мен зарды қорғалады. Кеттен надан соңға, шын шығадар, болғанар. Әділет пен ақылға, насып көрген білген, білдірсе алыс жақынға, солардың сөйлеген. Бағыш жүрек, дух, уыз я ашы тіл, не жазып кетсе жайсың, жек көрсеңдер, өзің. Ал аяқталған дүние, болдық па? Болды. Ал кеттік, оқимыз. Қайрат тобы дайын ба? Сіздер дайын, бір-біріміз тыңдауымыз керек қой. Абай айтқан толық адам қандай болу керек? Бұл жерде ұстау мағынада түсініп отырмыз ғой да, барлығында. Болдық па? Ал ол тоқтатамыз. Болды, өз ойымызбен айтамыз. Айдана толығын тоқтат. Жақсы, Қайрат тобы бастай қойсын. Тыңдаймыз. Абай айтқан толық адам рухани бай, білімді және сабырлы тұлға. Себебі ақын адам бойындағы ақыл, қайрат, жүрек үйлесін жоғары бағалайды. Сондықтан адам өзін үнемі тәрбиелеу керек. Сондықтан адам үнемі өзін тәрбиелеу керек дейді, иә? Қабылдаймыз ғой? Абай Құнанбайұлы айтқан толық адам білімді, ақылды, адамгершілік мол, жүрегі таза адам. Ол әділ, шыншыл, сабырлы болып, қоғамға пайда әкелуге ұмтылады. Толық адам болу әркімнің мақсаты болу керек. Өте жақсы. Қабылдаймыз ба? Өте жақсы. Жақсы балалар. Қазір біздер мына неге қайтып келеміз. Тапсырмаға қайтып келеміз. Қорытындылап жіберейікші. Бұл өлеңде жалпы Абай атамыз бізге не айтқысы келеді? Ойларыңызды айтып шығыңыз тағы да бір. Қандай болуымыз керек екенбіз? Білімді болу талап етті. Білімді болуымыз талап етті. Мейірімді, сабырлы, тағы, ақылды, тағы, толық, тәрбиелі, тағы, шынайы мінезді қалыптастыру үшін біз не істеуіміз керек екен? Нені түзеуіміз керек? Адамгершілікті не істеуіміз керек? Бірінші, не істеуіміз керек адамгершілікті? Бірінші орынға қоюымыз керек. Тағы, шынайы болу үшін біз не істеуіміз керек тағы? Жаңа әдеттен Аллах болуы керекпіз. Иә, сосын надандықтан Аллах болуымыз керекпіз да? Тағы. Адам өзін не істеу керек дейді? Тәрбиелеу керек дейді, иә? Жақсы, жаңа сөздерді сәйкестендіріп тағы бір есімізге түсіріп аламыз ба? Кім шығады тақтаға? Тез сәйкестендірейік жалпы. Кел, мына топтан бір-екі оқушы, мына топтан бір-екі оқушы шығамыз. Шығайық тез. Кел, тез. Андай шықшы. Шықшы, кім? София шығамыз тез. Сәйкестендір жаңа сөздерді. Сіз екеуіңіз сәйкестендіріңіз. Білдіру. Қайсына жатыр? Бел болды ма? Ниеттетті ойға алды. София шықшы бері қарай. Тағы екіншісін. Дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Қазір тексереміз ең соңында. София қолға алғаны болады.
Alan. Так. Қараймыз. Білдіру, көрсету, сездіру. Залы. Қолға алды қалай олар екен? Сізден жатсыздар ма? Орындарды жүзеге асырды. Ал енді жіберіңіз көрейік. Қарай. Ой! Өте жақсы. Бұлар болса балалар телефондарыңызды аламыз қолымызға. Телефондарыңызды аламыз. Кел байланыс жасаңыз. Камер өтіп, кел байланыс жасағаныңызды, сіздердің кел байланыстарыңызды оқып танысып, кемшілікті келесі сабақта жазып отырамыз. Ал жақсы балалар. Так, қызықты дейді, күшті сабақ өте ұнады. Маған әсерлі болды, пайдалы сабақ күшті дейді. Кім мына жерде Сара, сабақ өте жақсы болды. Ұнады. Қиын болғандарыңыз жоқ. Қиын мәселе болған жоқ па? Мен көптеген жаңа нәрселерді үйрендім, сабақ күшті, жаңа нәрсе үйрендім дейді. Қызықты депті біреуі. Пайдалы сабақ болды дейді. Сабақ өте ұнады, маған абай атамыз туралы көп мәліметтерді біліп алдым дейді. Маған бәрі ұнады, түсіндім дейді. Өте жақсы балалар, кел байланыстарыңыз үшін рахмет. Бүгінгі сабақтың сіздер үшін пайдалы болғанына қуаныштымын. Жалпы бұл жерде абай атамыз не дейді? Адамның болмысының ең биік өлшемі бұл ақыл дейді, еңбек дейді, рахым дейді, иә? Адам өзінің бойындағы надандықты, жаман әдеттерді жойып, алған көп білім алса, менің арманымның орындалғаны дейді, солай ма? Сабақты қорытындылай келе, балалар сіздерге қалыптастырушы бағалауларыңызды таныстырып жіберейін. Бұл жерде кім Шақпасов Элкин сізге Шектопай, Бақытжан Сара 8, Петренко Полина 9, Утелин Нұрсұлтан 8, Анарбек Алихан 9, Анани Патчон 8, Иванышева 10, Майданова 9, Мұрат Мадина 10, Исаева София 9, Айсун 7, Камила 8, Алдияр 8. Барлықтарыңыз бағалауға тырыстым. Келесі сабақта тапсырмасын жазып алыңыздар. Неге тапсырма сіздер? Адам мінезінің өзгеруі заман әсері ме? Жазып алыңыздар. Осы тақырыпта эссе жазып келесіздер. Жарай ма? Адам мінезінің өзгеруі заман әсері ме деген тақырыпта эссе жазып келесіздер. Жазып алдық па? Бүгінгі мақсатымызға жеттік па? Олар батыңызды салдыңыз